Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Көктем жақындап қалай азарыңызды білмей жүрсеңіз, осы видеоны міндетті түрде қараңыздар. Яғни қарақұмық арқылы сіздерге қалай азу керектігін көрсететін боламын. Осылай гречкамызды ыдысымызға салып, жақсылап жуып, содан соң төгіп тастайсыздар. Енді бөлек ыдысымызға 4 ас қасық гречка салып, және дүкеннің 1% айран құямыз 200 мг. Содан соң жақсылап араластырып аласыздар. Бұл әдісті түнгі уақытта жатар алдын дайындап қоясыздар. Таңғы асқа ғана ішесіздер. Bir мезгіл азанда өзі жұмсақ, әдемі болып тұрады. Тұз, құмшекер, дәмді болу үшін приправа қосуға болмайды. Дәл осылай ішесіздер таңғы ас уақытында, немесе үстінен тағы да 200 мг айран құйып, сұйықтау қылып та ішуге болады. Осы әдісті 7-14 күн ғана ішуге болады, одан көп ішпеңіздер. Және де тек қана ескертетін жағдай, күніне 1 мезгіл, яғни тек қана таңғы ас уақытында ғана ішесіздер. Аз уақыттың ішінде 10, одан да жоғары салмақ тастауға болады. Мен сіздерге ең оңай жолын көрсеттім. Гречкамен дайындау негізі әртүрлі әдіспен дайындауға болады. Егер де сіздерге тағы да басқа әдістерін көргілеріңіз келсе, видеоға плюс қалдырып, немесе өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Күнделікті осылай дайындап ішіп, содан соң өз пікірлеріңізден бөлісіп кетіңіздер. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, менің каналымда тағы да сұлымен, қалай азуға болатын сұлының пайдасы туралы видеолар бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осындай гречка арқылы азғандар бар ма? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Барлығын оқитын боламын. Баршаларыңызға рахмет.